Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің аты жөнім Жұмабаева Салтанат Сейітжанқызы. Мен Алматы қаласы Зерде мектеп гимназиясының музыка және домбыра мұғалімімін. Балалар, өткен сабақта мен сендерге қалаулым әнінің алғашқы жарты бөлігін үйреткен болатынмын. Үйде қалаулым әнін қайталадыңдар ма күнде? Егер де қайталаған болсаңдар, бірге ойнап көрейік. Үшінші нүктеден бір саусақ. Кәне, бірінші қағысын ойнап көрейік. Төмен, төмен, жоғары. Тағда там-тара. Тағда там-тара. Ал әнге кірістік. Бір, тара, екі. Тара, төртінші нүктеден екі саусақ болған. Бір, тара, үшінші нүктеге. Бір, тара, екі. Тара, бірінші нүктенің қасына келіп ашық. Там, бір саусаққа. Тара, екінші нүктеге екі саусақ. Там, бес саусақ. Тара, төртінші нүктеге екі саусақ. Бір, тара, екі. Тара. Ал енді жылдамырақ ойнап көрейік. Бір, екі. Бір, екі. Там, тара, бір, екі. Енді келесі екінші жартысын үйренейік. Әрі қарай басынан бастап қайталау. Бірақ мен тоқта дегенде бірге тоқтаймыз. Бір, екі. Бір, екі. Там-тара. Тоқтаймыз. Әрі қарай басқаша болады екіншісінде. Екі саусақтан там-тара. Бірінші нүктеге бір саусаққа там-тара. Және екінші нүктеге бас бармаққа екі рет там-тара, екі тара. Кәне, осы екінші жартысының соңғы жағын қайталап көрейік. Екі саусақ, бір, тара. Бірінші нүктеге бір саусаққа. Ол да бір рет. Және екінші нүктеге бас бармаққа екі рет. Бір, тара, екі, тара. Тағы да көрейік. Бір, тара. Бас бармақ, екі. Ал енді біріншісінде, екінші жартысында қосып көрейік. Ең басынан бастап. Бір, екі. Бір, екі. Енді бүгінгі үйренген жеріміз. Бір, екі. Бір, екі. Екі саусақ, бір саусақ, бас бармақ. Енді әннің сөзіменен қосып көрейік. Балалар, осы сабақтың астында халық әні қалаулымның сөздері де тұр. Сол сөздеріменен бірге айтып көрейік. Айналайын қарағым, қалжақсыма қосып көрейік. Айналайын қарағым, қалжақсыма сала бер
қарай әннің басынан бастап бірінші жартысында, екінші жартысында қайталау. Тек сөздер ғана өзгереді. Сала берсең көзіңді әр жақсыға бәрі жақсы көрінер алғашқыда қалаулым ай. Бұл өлеңнің қатары болған. Енді қайырмасы бар. Қайырмасын үйреніп жіберейік. Бірінші нүктенің қасына келеміз. Мүлдем ашық. Бір рет төменге там-тара. Әне тағы да там-тара. Мүлдем ашық. Енді екіншісі. Біріншісі ашық там. Одан кейін бірінші нүктеге бір саусақты басамыз да тарасын ойнаймыз. Әне тағы да ашық там. Бір саусақты басамыз да тара. Енді қосайық. Там-тара. Екі тара. Тағы да қосайық. Бір тара, екі тара. Енді екінші нүктеден екі саусақ. Там-тара. Бір-ақ рет. Сосын бірінші нүктеге қайтадан келеміз де бір тара. Ол да бір рет. Қосайық. Бір тара, екі тара. Там-тара, там-тара. Енді дәл осы үйренгенімізді екі рет қайталау. Там-тара, там-тара, екі тара, бір тара. Ал әрі қарай, бүгінгі сабақтың басында өлеңнің екінші жартысын үйрендік қой. Дәл соны тағы да қайталаймыз. Бір тара, екі тара, бір, екі, там-тара, екі саусақ, бір саусақ, және бас бармақ. Қайырмасы да түгел екі рет. Ән көп аса қайталаудан тұрады. Там-тара, 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 там-тара. Әннің екінші жартысын қайталау. Балалар, осы қайырмасын сөздеріменен қосып көрейікші. Алматымен қоғалай, әркім көңілі жоғарай. Асабайлық не керек, денсау болса болғаны-ай. Қайырмасы да түгел екі рет естеріңде ме? Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыс бір ғайып емес пе? Ай. Бұл халық әні қалаулым болды. Әндердің сөзі астында жазылып тұр. Үйге тапсырма балалар. Осы әннің сөздерін түгел бас аяғына дейін қарап жаттап алыңдар. Неғұрлым жақсылап жаттасаңдар, домбыраға сөзін қосып айту оңай болады сол кезде. Онда үй тапсырмасы әннің сөзін жаттау және қалаулым әнін шамаларың келгенше
күнде көп рет ойнау. Үйде аталарың, әжелерің, апаларың болса, барлығына күнде осы әнді орындап беріп тұрыңдар, балалар. Келесі сабақта екінші қатарын сөздеріменен қосамыз. Онда кездескенше сау болыңдар.